Құрметті көрермендер, Кино Про бүгін 3-ші көрсетілімге келіп жатыр. Бұл киноның аты «Біз екеуміз». Біздің қандай қонақтармен және киноға қандай әсерлер алып жатқандарын бізге бірге тамашалайтын боламыз. Кеттік. Біз екеуміз фильмде қандай эмоция күтесіздер жалпы? Комедия ма? Ой. Қайда кеп тұрған білмейді ол. Күлеміз. Прям жыртылып күлгім келіп тұр, прям андай күшті настроение шыққым келіп тұр, иә? Иә, жалпы Гүлнар Мамасарипованың деп андай бір білетінін көрсетіп қойыпшы. Не туындылары ерекше ғой, біз де осыдан күтеміз, тем более Дәурен Серғазин өте топ актерлардың бірі. Жалпы сіз осы жанрда, кинода көрермендер қалай қарайды деп ойлайсыз? Көрермендер, білмеймін, енді кино сүйер, өнер сүйер қаным түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Көңіл күй көтеруге арналған туынды. Кинода қандай тақырыптарды көп қозғадыңыздар? Ең басты тақырып құмар ойындарға соған берілу, содан арылу, қарыз, сол екі тақырып махаббат, отбасы құндылықтары. Шырбаева. Енді сізде бұл кинодан қандай сезім немесе әсер күтесіз жалпы? Мен трейлерді көрген жоқпын, әдейі. Трейлер көрсем уже түсінікті болып қалады. Бірақ афишасынан көрдім, бір актер екі түрді жыныстағы образды ойнайды. Соған қарағанда менің ожиданиям қандай? Әйгілі кино бар еді Тутси туралы. Ер азамат әйел болып сол сияқты сюжет болатын шығар, қызық болатын шығар деп ойлаймын. Жалпы осы жанрда, өзіңіз айта кеткендей, ер адам, қызы әйел адам ауысады дегенде, жалпы Қазақстан көрермендері қалай қарсы алады деп ойлайсыз бұндай нәрсе? Қызық, жалпы қазір, егер біз қазір қарайтын болсақ, кино әлемде, қазақстандық кино әлемде өте көп эксперименттер пайда болып жатыр. Әртүрлі фэнтези қосылып жатыр. Тайгер Филипстің өзінің киноларын қарасақ, әртүрлі жанрлар болып жатыр, иә. Былтыр мысалы дәстүр хоррор жанрында, Айсұлтанның киносы тоже хоррор жанрында. Мен ойлаймын, қазіргі кезде кино жасаушы компаниялар өте көп эксперимент жасап жатыр, ол жақсы деп ойлаймын. Значит, көз адамдардың көз қарасы бұл фильмге жақсы болады деп ойлайсыз? Әрине. Жақсы. Біз екеуміз фильмне қандай эмоциялар күтесіз жалпы? Жақсы эмоциялар күтіп, кішкене настроениеміз көтеріліп, жақсы бір көңіл күймен қайтсақ деген оймен келіп отыр. Қазақстанда бұндай жанр негізінде бірінші рет түсіріліп жатқан жоқ, бірақ көрермендер қандай көз қараста болады деп ойлайсыз осындай? Жалпы ер адам, әйел адамға ауысып киінген. Енді шынымды айтсам білмеймін, соны білу үшін келдік қой қазір, қалай болады. Жақсы. Қалай жалпы өтті? Супер, реально күшті мен. Қандай эмоция алдыңыз? Прям өте күшті эмоция алдым. Өйткені себебі проблема бұрында болған сияқты, бірақ қазір енді көп көрермен келіп, жалпы көріп ойналатындай сондай бір дүние шықты деп ойлаймын. Жалпы кино қалай шықты? Күшті, менің ойымнан ожиданиемнен де күшті өтті. Өте ерекше кино, бәрі бар. Дәуреннің актерлік шеберлігінен еліміздегі ең мықты актерлердің бірі десек болады. Дәурен красавчик.